Бұл ғапылдық қайдан келеді десе, ғұламалар айтады, жаңағы алдыңғы аяттан келеді дейді. Алдыңғы аяттан. Не? Олар дүниеге разы болып, дүние олардың түпкі мақсатына айналып, сөйтіп олар соған жүректері соған некелескеннен кейін болды, тыныштық тапты. Олар бізді енді көрмейді дейді, Алла айтады. Мені де, аяттарымды да, Құрандағы аяттарыма, көктегі аяттарыма, жердегі аяттарыма, тіпті өзіма ол уже көре алмайды дейді, болды. Ғапыл бейқам. Мысалы, кез келген адам Құдай жоқ деп тұрса, өзін жоқ деген бір өзіндегі аяттар Алланың құдіретінің белгісі бойында тұр ғой. Мысалы, біз бен сіз қазір жейтін тамағымыз, Алла Тағала осының бәрін келтіреді Құранда. Құранның әр жерінде осының бәрін келтіреді. Сен жеген тамағыңа қара дейді. Жеген тамағына қарай алмайды ғой, көрмейді. Өйткені дүниені таңдаған. Алламен жолығу жоқ мүлде өмірінде. Соқтан жеп отқан тамағын ол дүние мақсатында ғана таниды. Қандай тәтті. Надан тағы да алып қойшы деп әйеліне. Болды, ертең заказ беріп алдыртып қоямыз. Әңгімелерді қараңыз қандай. А мұсылманда мінсіз пәк Раббым, қалай керемет жаратқансың Тәңірім-ай. Не деген нәрсе мына Раббым-ау. Бір көбелегіш бар. Раббым, Субханалла. Субханалла деген сөз жаңағы Алланы мінсіз пәктеуіңіз. Әрбір жаратылысының қасында пәктеледі. Не деген кереметсің деген сөз. Мінсіз, таза. Мұсылманда осындай нәрселер. Ана жерде бір христиан келіп, Иса Құдайдың баласы десе, біз қайтадан Субханалла. Алла кемшілік сипаттардан мінсіз пәк. Сендердің айтып тұрған нәрселеріңнен тым жоғары дейміз Құрандағыдай. Аналар да келіп бірнекені айтып атса, Субханалла деп, бір нәрсені жоққа шығарсақ та, Алланы қоса атаймыз. Өзіміз бір нәрседе қателесіп қалсақ та, Юнус пайғамбар сияқты мысалы, Ла илаха илля анта, сенен басқа Құдай жоқ. Субханака, сен пәксің, мінсіз. Сен айтқан едің маған былай істе деп. Мен басқаша істеп қойдым, Раббым. Инни кунту миназ золимин. Сөйтіп мен опасыздардан болып қалдым. Раббым, сен айтып едің ғой, ашуланба деп. Ашуланып қалдым, Субханалла. Раббым, кешір, сен мінсіз пәксің. Сені тыңдамай қалдым деген осындай нәрселерді араласып жүреді. Яғни Субханалла күллі іске араласады. Алла сол үшін бұл сөзді өте жақсы көреді. Бұл сөзге де жаңа бастап атқанымыз, өйткені келесі аятта осы сөзбен байланысты нәрсе бар. А мыналарда ғапыл, Алланы ешқашан атамайды. Больницада, емханада жатырсыз мысалы. Дәрігерлер 1-2 күн жаңағындай күресіп әйтеуір алып шықты. Сонда жаңағы ақыреттен үміт етпейтіндер, дүниеге риза болғандар, жүрегі соған тыныштық тапқандар, Алланың аяттарынан ғапыл болғандар айтады: сіз күшті адам екенсіз, жеңіп шықтыңыз. Алладан ұят емес пе? Алла естіп тұр ғой жаңа сөзді. Сол секілді кеңес үкіметі кезінде біз мына жер туралы тарих сөйлеген кезде біздің сөзімізде де бір қиянат бар. Найзаның күшімен, білектің күшімен, Алланың қолдауымен деген сөз қайда қалып кетті? Алласыз істеген бет бұл далада. Міне осы құдайсыз істеу, сол құдайсыз күллі нәрсені құдайсыз шешу. Кез келген нәрсеге анализ жасасаң да құдайсыз анализ жасау. Осындай бір қасиет пайда болды біздің халықта. Алланы күллі нәрсеге араластыру керек. Өйткені бұл Алланың жері. Алланың рұқсатынсыз жапырақта түспейді. Қалай Алланы араластырсақ дұрыс анализ жасалады да, болашаққа дұрыс жоба жасалады. Әйтпесе бәрі заяға кетеді. Құран бізге осы ақылдылықты, парасаттылықты, даналықты қосқысы келеді өмірімізге. Заяға кетіп қалмайтындай. Сосын мынандай аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дегендей, мынандай ақыреттен түк хабары жоқ, дүниені мақсат қылып, соған жүрегі некеленген, Алладан бейхабар бір адамдардың сөзі қосып кетпес үшін. Сол үшін мұсылмандар да болашақта жоғары салаларға шама келгенше ұмтылу керек. Бір сала қалмау керек, ертеңгіні сіздің балаңыз араласпаған. Сол үшін бала көбейтіңіз, сол үшін бай болыңыз, сол үшін оқытыңыз. Алланың алдының, Алланың адал құлы, мына елдің адал ұлы болатындайды. Сол арқылы ертең болашақтар өзгереді.
Әйтпесе бүйтіп Құдайға тапсыра салып жүре берсең, ол жаңағы заңдылықтар бізді жеңіп кетеді. Бізге тапсырылған істі Алланың өзіне тапсыра салуға болмайды. Сол үшін Алланың аяттарынан бейқам, сіз бен бізге әрдайым маңызды нәрсе, кез келген нәрседе Алланы сезіңіз. Сүрініп қалсаң да Алланы атай сал, шақыра сал Алланы. Раббым, түсіндім деп. Алла жақсы көреді өзін шақырылып атқанда. Міндетті түрде бірдеңке сұрау үшін ғана шақыру емес. Раббым деген кезде жақсы көреді. Жақсы көреді. Жағын, Аллаға қарай жағын, жақында көрсет. Осылай өзің.